Экономикалық қиындықтар қандай болса да өз наныңды өзің тауып жегенге не жетсін. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы талай қазақстандық жастың жұмыс табуына көмектескен. Мәселен, Жамбыл облысындағы көптеген жастар жұмыспен қамту орталықтарында қайта оқып немесе біліктілерін арттырған. Тіпті өздері таңдаған іспен айналысу үшін өзге елді мекендерге де көшіп жатқандар бар көрінеді. Ауылда мал дәрігерінің көмекшісі болып жүрген Бекзат Әбішев білімін жоғарылатуды көздеген аудандық жұмыспен қамту орталығына барған ол кейін жолдамамен тегін оқуға жіберілді. Қазір ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің облыстық филиалында жетекші маман. Жұмысы жүргендерге бағдарлама берілген жақсы деп ойлаймын. Оңтайлы жолмен қазір өзім жұмысқа кіріп, отбасыма жететіндей жағдай жасадым. Одан артық не керек бізге? Ал Данияр Шубай жұмыс таппай орталық мамандарына барыпты. Содан жолдамамен Жамбыл облыстық сотында 6 айлық жастар тәжірибесінен өтті, білімімен көзге түсті. Бұл бағдарлама өте тиімді. Бұның ең тиімділігі жастар өзінің орнын табады өмірде деп білемін өз басым. Басында оқу бітіргеннен кейін неше түрлі ойлар болды баста. Қайқа барам, не істеймін, қарай қалай болады деген сияқты. Жалпы Тараз қаласы бойынша барлығы 250 жасқа түрлі өндіріс орындары мен мекемелерге жолдама беріліпті. Көп жерде жастардан еңбек өтілін сұрайды. Тәжірибең жоқ деп жұмысқа алмайды. Ал бұл бағдарлама арқылы жас мамандар тәжірибеден өтеді, үйренеді. Іс жүргізу, құжат дайындауды түсінеді. Кейін оларға жұмыс істеу жеңіл болады. Биыл аталған бағдарлама бойынша бас аяғы 637 адам мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған. Олардың көбі жастар. Осылайша кешегі студент, бүгінгі жас мамандар бағдарлама арқылы арманына жетіп, елге қызмет етіп жүр. Нұржан Мергенбай, Рауан Байгенже, қорытынды жаңалықтар, Тараз.